Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жидекті бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видео соңына дейін болыңыздар. Барлық құрамды видеоның астында жазып қойдым. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды алып, оның үстіне қантты қосып, миксердің көмегімен жақсылап, массамыз 2 есе әппақ болып ұлғайғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Міне видеодағындай осылай әппақ болып көпіру қажет. Одан соң үстіне жылы сүт және ерітілген сары майды қосып, тағы да кішкене миксерлейміз. Ендігі кезекте алдын ала електен өткізіп дайындалған ұнның үстіне қамыр қопсығышымызды қосып, оны араластырып, міне осылай видеодағындай аз-аздан массамызға салатын боламыз. Барлық ұнды бірден салып жібермеңіздер, әйтпесе қамырымыз көтерілмеуі мүмкін. Міне біздің қамыр дайын. Енді оны формаға құямыз. Мендегі форманың диаметрі 22 см. Одан соң үстіне кез келген жидектерімізді қойып шықсақ болады. Мен жағдайымда құлпынайды осылай әдемі етіп салып шықтым. Одан соң алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне біздің жидектер қосылған бәлішіміз дайын, өте жақсы көтерілген, дәмі дегенді өте дәмді. Міндетті түрде осы рецептін жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, пікір қалдырып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.